Сәлем достар, Арыстан жұлдыз белгісінде туған жандар үшін наурыз айына болжам. Жалпы наурыз айының энергиясы қандай болады екен? Арыстандар, өз-өздеріне сенімділігі мол жандар, өз-өздерін жақсы көреді, өз-өздерін сыйлайды, комфортты жақсы көреді. Наурыз айы қандай болады екен Арыстан сіздер үшін? Арыстандар, сәттілік картасы сізбен. Демек, жаңа бір бастамалар болса, жасап отырған жұмысыңыз болса, бәрі сәтті болады. Содан кейін қараңыздар міне, иә? Домалақ, шеңбер, колесо деп айтайықшы, иә, дөңгелек деп айтайықшы, иә. Демек, жұмыс жасап отырсаңыз, жұмысыңыз ары қарай сәтті болады. Егер мысалы үшін қарым-қатынас жағын қарастыратын болсаңыз, ары қарай жалғасады. Бір нәтижені күтіп отырсаңыз, онда нәтижесі сәтті болады деген мағынада ғой. В общем, сәттілік сізбен. Наурыз айында сәттілік сіздермен болады. Қандай мәселен проблемалар болуы мүмкін наурыз айында? Мәселелер, қиыншылықтар десе болады, иә. Өкінішке орай, арыстандар, иә, наурыз айында бір кішкене бір жүректі ауыртатын, мысалы үшін, не болмаса көңіл қалу ситуация орын алуы мүмкін. Артыңыздан бір сөз еру, не болмаса ойламаған жерден проблема туындау, сондай бір мәселе орын алуы мүмкін. Енді проблемасыз өмір болмайды, иә, бірақ енді мүмкін бәлкім осы картаны қарай сіз проблеманың алдын аласыз. Ары қарай кеттік. Жалпы әрекеттер. Қандай әрекетте боласыз? Жауапкершілік пен міндеттерді өтеуде боласыз. Бұл жауапкершілік міндет дегеніміз, бұл отбасын асырау деген сияқты, иә. Не болмаса кредиттер, қарыздар деген сияқты, иә. Соларды іске асыру, сондай бір әрекетте боласыз. Еңбек. Талмай, шаршамай жасайтын еңбек. Еңбекте боласыз. Жауапкершіліктің бәрін көтересіз, міндеттердің бәрін өтейсіз. Жауапкершілік міндет. Демек, арыстандар жалпы өте жауапкершілігі мол адамдар, сол себепті наурыз айында ойыңыз, әрекетіңіз сол жауапкершілік пен міндеттердің аясында болады демек. Ары кеттік. Ақша, финансы мәселесі. Ақша, арыстандар. Бұл дегеніміз пентакль 2, бұл дегеніміз ақша үнемі айналымда болады. Демек, бір табыс көзі бар, иә, мысалы үшін сізге жалақы келді, немесе табысыңыз келді, иә, ол табысыңыз бірден басқа жерге салынады. Не болмаса сіз бизнес иегері болсаңыз, бизнестің үнемі ақша талап ететін дүние болғандықтан айландырасыз ақшаны. Не болмаса ақшаны аласыз, басқа бір жерге саласыз, қарыз жабу, кредит жабу. Не болмаса ақшаны аласыз да сразу первоначальный взносқа саласыз. Не болмаса ақшаны аласыз да бірден бір айналымға кіргізесіз, иә, оборот деп жатады, иә, бизнесмендер. То есть